Assalamu alaikum достор. Бүгін 7 март 2024 жыл. Жалал Абад Уна базары. Машиналардың бағаларын кепешке әрекет қылабыз. Онда баз 21.06 Унасы тұрады. Чарылған жылы 1990 жыл чарылған. Түсі қызыл. Заводской краскада екен машина. Бағасы 250 мың сом. Қысқандар болса, шуны біле çalsanızlar болады. Дальше улантабыз. Қайсы? Онда баз 21.06 тұрады. Түсі ақ. 83 жыл чарылған. Объемы 1,3 екен. Салам алейкум. Қанша екен? Пұлы қанша? 80? 280? 280 мың сом дейді. Заводской краска да? Бардығы родной дейді. Заводской краска. Жигули сүйчілер. Баз 21.07. Түсі күміш түсті. Чарылған жылы 2010. Басы 260 мың сом. Қызыққандар шынырай салсаңыздар болады. Бұл Жигули номеріндағы тартып қойын. Қызыққандар болса, шын номерге çalsanızдар болады. Улантабыз. Көк Жигули достар тартып қойын. Түсі көк, біраз жерлері бар. Жыл 2002 жыл чарылған. Объемы 1,6, расход 7,8, басы 165 мың сомда тұрады. Қызыққандар болса, шын номерлер çalsanızдар болады. Жанында 21.07 российский номерінде тұрады. Жылы 2002, чарылған жылы. Объемы 1,6, басы 100 мың сом дейді. Бола тұрғаны қанша? Бола тұрғаны? 100? Салондан тартып 80 ака бола тұрғаны. 80 мың сом дейді. Колонкалары. Сом дейді машина. Қызыққандар болса, шыл номерге çalsanızдар болады. 80 мың сомға Жигули. Жанында 2007 жыл чарылған ВАЗ 2107 инжектор, объемы 1,6. Түсі қызыл. Қызыққандар болса, басы 180 мың жазылып тұрады. Çalsanızlar болады. Скриншотқа болып. Базар қамардан көресің. Улантабыз достар. Волга тұрады достар мұнда. 2000 жыл чарылған. Номер российский. Объем 2,5, басы 120 мың сом. Сыртқа балы орка. Мұнда ВАЗ 21.01 тұрады. ВАЗ 21.01. Чарылған жылы. Жылы қайсы жылы? 77? 100 жыл қолы. Пұлычы? 230 мың сом дейді. Салондары, монитор, полный іштей монитор? Бар. Монитор, 280 мың сом дейді. 210 мың кечірестер. Қызыққанда? Şu номер çalsanızдар болады. Базар қабары ютубтан тәрсең шығады. Капот ашық бы? Мұны семерканы тартып қойыз. ВАЗ 2107, 2011 жылы. Таза семерка іздегендер. Қанша бұл? 2011. 320 мың дейді. Кеми бар. Қанша додасы мұны? Жанында 21.06 тұрады. Түсі ақ. Заводской краскасы? Краскасы заводской дейді. 240 мың дейді. Тегерен тартып қойын. Коробка 5 штука. Қызыққандар болса, шул номерлерге çalsanızдар болады. Дальше улантабыз. Нива 2016 жылы чарылған. Пробег 66 мың дейді. Басы 690 мың сом дейді.
таза Нива іздегендер 690 000 сом бар. Салондары кожа. Қызыққанда болса номерін көрсетіп қой. Қызыққандар болса шул номерге чалсаңыздар болады. Жанында 4 эшикті Нива тұрады, түсі күміш түсті. Чарған жылы 2009, объемы 1.7, басы 330 000 дейді. Жазылып тұрады, қызыққандар болса шул номерге чалсаңыздар болады. Төрөлгөндө ушул сол бөйрөгүндөн тешиги бар болуп төрөлгөн. Азыркы учурда оң бөйрөгүндө да тешиги бар. Стенд койдук, стенд жардам бербей калды. Ушул кызымдын лечениясына 500 000 сом жетпей жаткандыктан ушул кыргыз элим сиздерге кайрылып жатабыз. Ассалому алейкум, мусулман туугандар. Бүгүн 6 март кызым төрөлгөнүнө 4 ай болуп, гидронефроз бөйрөгү тешик болуп төрөлүп, гидронефроз менен ооруп жатат. Азыр ушул кызымды дарылаш үчүн шартыбыз жок болгондуктан ушул кыргыз элим сиздерге кайрылып жатабыз. Жалпы колунда бар инсандардан жардам сурап кетебиз. Ушул кызымдын жакшы болуп кетүүсүнү каалайт элем. Ушул колуңуздардан келишинче жардам берип кетиңиздер. Зара кыла албай ыйлап жатат. Ушул кызымдын айыгып кетүүсүнө жардамыңыздарды, салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. М-банк номерим Эльзада деп чыгат. Единица кылып салсаңыздар деле болот. Россиядан котором дегендер болсо Шайырбек Х деп чыгат Сбербанкыбыз. Алла таалам баарыңыздарды кирип келе жаткан орозоңуздар кабыл болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Озардан келишинче эксан кылып кетиңиздер ушул кызымдын айыгып кетүүсүн. Ассаламу алейкум достор. Жалал Ат Унавазары, бүгүн күнгө 7 март 2024 жыл. Ушундай Lexus болгон. Camry Toyota 75, чыгарылган жылы 2021, объем 2.5. Басы 25 000 доллар дейт. ESE комплектацияда. Боло турган басын 23 000 деди. ESE. Кызыккандар болсо номерин көрсөтүп коебуз. Анын жанында эле Lexus ES турат. Чыгарылган жылы 2020. Объем 2.5, гибрид, басы 32 000 деп айтылып турат. 31 000ге берем дейт. Боло турган басы. Түсі белый жемчуг. Кызыккандар болсо ушул номерге чалсаңыздар болот. Машина Жалал-Абадта. Mercedes 210 Авангард комплектацияда. Объему 4.3, жылы 1999 жыл чыгарылган. Басы 690 000 деп жазып коюптур. Кызыккандар болсо ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Дальше улантабыз. Mercedes 211. Кечиресиздер, Mercedes 211 эмес, Mercedes E класс экен. 2003 чыгарылган жылы, басы 700 000 деп жазып коюптур. Объему 4.3. Кызыккандар болсо ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Жанында мындай болгон Mitsubishi Outlander Sport. Пробег 60 000, 2020 жылкы, басы 19 000 доллар. Түсү ак. Дальше улантабыз. Toyota Corolla. Түсү мокрый асфальт, коробкасы автомат, робот экен, кечиресиздер. Жылы 2008, объем 1.6, 750 000 сом дейт. Сыртка боло жакшы. Кызыккандар болсо ушул номерге чалсаңыздар болот.
Жанында Винном тұрады, Lexus. Кечіресіздер, Lexus ES 3.3 газ бензин плюс 2004 жылы басы $12.500 дейді. Сырт қабалын тартып қойын. Сырт қабалы жақсы, краска қызайдырған жерлері жоқ. Қысқандар болса, Lexus. Toyota екен, правый руль, Toyota. Шығарылған жылы 2000 жазылбай қалыптыр. Объемы 3, газ бензин дейді, басы 680 мың дейді. Түсі ақ. Арт жағы. Қызыққандар болса, номерлерін көрсетеміз. Жанында Chevrolet Spark 3, жылы 2010, объемы 1, түсі ақ. Басы 550 мың сом, қызыққандар болса, şu номерге çalsanızlar болады. Жанында Lexus 470 тұрады, Абхазия номерінде 2006 4.7, басы $20 мың дейді. Осыдан сырт қабалы жақсы. Қызыққандар болса, номерлерін çalsanızlar болады. Бір айланын көрсетіп қойын. Lexus 330, түсі серебристый, шығарылған жылы 2005, объемы 3, басы $14 мың. Қызыққандар болса, номерді çalsanızlar болады. Машинаның сырт қабалы жақсы, басы $14 мың деп тұрады. Toyota Avalon, түсі қара, 2016, объем 3.5, басы $21 мың. Қызыққандар үшін номерге çalsanızlar болады.